Үйлену тойы кезінде күйеу жігітімді тастап кеттім. Оқиғаны соңына дейін тыңдаңыз. Әрі өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Бұл мен үшін өте маңызды. Бала кезімде анам 3 баламен ажырасып тынды. Өйткені әкем жатып ішер еркек болды. Жұмыс жасамайтын әкемді анам 10 жылдай бағып, одан кейін қуып жіберді. Мен әпкем інім үшеуміз ештеңеден тарықпай өмір сүрдік. Нағашы ата-әжем байқуатты тұрды. Бізге көмектесіп тұратын еді. Бой жеткен сайын анам әпкем екеумізге оқыған, білімді, тұрмысы жақсы жігітпен отау құрыңдар. Өмір бойы баршылықта өтесіңдер. Әкең сияқты білімсіз, надан еркек бастарының соры болады деп жиі айтатын. Анамның сөзіне келіскендей болатынбыз. Әлі де балалығымыз қалмаған біздер еркелеп жүріп қалай бой жеткенімізді байқамай қалдық. Әпкем қаладағы беделді университеттердің бірінде оқыды. Сол жақта өзімен қатарлас бір жігітті кездестірді. Әлгі жігіттің ата-анасы үлкен кәсіпкерлер, дәулетті кісілер екен. Әпкем анасын таңдап, жігіттің ақылына, біліміне, тектілігіне сүйсініп, оған тұрмысқа шықты. Ал мен өз жолымды әлі таппай жүрген едім. Көктемнің бір кешінде құрбым мені серуенге шақырды. Қала саябағында жай ғана қыдырып жүрген едік. Сол жерде бір қарапайым, бірақ жүзінен жылылық есіп тұрған жігітпен таныстым. Өзін Ерасыл деп таныстырды. Ауылдан келген, әкесіз өскен, анасы қарапайым мұғалім екен. Қалтада ақша, астында көлік болмаса да, сөздері түзу, ойы терең жігіт екенін бірден байқадым. Бірақ анамның ескертуі ойымнан кетпеді. Білімді, тұрмысы жақсы жігітті таңда деген сөзі санамда жаңғырып тұрды. Дегенмен жүрекке әмір жүрмейді екен. Ерасылмен сөйлескен сайын оған деген сезімім күшейе түсті. Ерасылмен басында дос ретінде араласып тұрдым. Оның бір тылсым сиқыры бар сияқты. Мені өзіне жіпсіз байлады. Өзімді ол жігітпен кездеспеуге тырыссам да, жүрегім оны аңсап, сағынып тұратынмын. Солай біздер 3 жыл бойы қыз бен жігіт болып жүргенде, менің өмірім күрт өзгерді. Әпкем бай қуатты отбасына келін болып түскелі жатты. Сол отбасымен бәріміз кездесуге барғанда, сол әулеттің маған қатарлас кенже ұлы маған бір көргеннен ғашық болыпты. Сол күннен бастап әлгі болашақ құда бала менің ізімнен қалмай, қайда жүрсем де көлігімен жолымды кес-кестеп, кездейсоқтықтарды әдейі ұйымдастырып жүрді. Анам бұл жаңалыққа қатты қуанып, болашақ құдаларын бір емес, 2 қызын қатар ұзатуды ойластырып қойыпты. Менің тағдырым жайлы шешімімді ешкім сұрамаған күйі, әпкем екеумізді бір үйге аттандырмақ болғанын естігенде төбемнен жай түскендей болды. Жүрегімдегі дауыл мен жан дүниемдегі толқыныс тыныштық таппады. Үйде мен үшін ұрыс керіс басталды. Мен анам таңдаған жігітке тұрмысқа шықпаймын деп бүлк салдым. Анамның ызғарлы дауысы құлағымды тіліп өтеді. Мен ол жігітке тұрмысқа шықпаймын. Өз сүйгенім бар, дедім бар даусыммен. Кім ол? Деп анам тіксіне қарады. Ерасыл. Анамның жүзі күрт өзгерді. Бір сәтке үнсіз қалды да қабағын түйіп, жағдайы қандай? Деді зілмен. Жауап беруге асықпадым. Білемін, Ерасыл бай емес. Әкесі ерте қайтыс болған, өзі жұмыс деп, анасы мен бауырларын асырап жүр. Ол мені ешқашан хан сарайында ұстай алмайды. Бірақ мені шын сүйетініне сенемін. Ол жақсы адам, апа, дедім ақырын. Анам мырс етіп күлді. Жақсы адам? Тек жақсы болу жеткіліксіз, қызым. Мен сенің болашағыңды ойлаймын. Әпкеңнің қайнысы нағыз күйеу бала. Бай, жағдайы жақсы, күйеуге шыққан соң маған өмір бойы рахмет айтасың. Мен бақытсыз боламын, дедім дірілдеп. Ештеңе етпейді, бай боласың, деді анам салқын қанды. Жанарым жасқа толды. Анама неге бәрібір? Неге ол менің жүрегімдегі махаббатты есеп қисапқа айырбастап жатыр? Осылай кете берсем бе?
анама қарсы шығып, өз тағдырымды өзім таңдаймын десем де, бірақ бұл соғыста мен жалғыз едім. Тағдырымды өз қолыммен отқа тастағандай сезіндім. Амалсыз шешім, басқа жол жоқтай. Апамның айтқанына көндім. Әпкемнің бай қуатты қайын інісіне тұрмысқа шығуға келістім. Қалайша келіспейін, артымнан қалмай жабысып жүрген сол бай жігіт. Бірде үйіңе жеткізіп салайын деп қоймаған соң, амалсыз көлігіне отырдым. Көңілімде бір секем бар еді, бірақ тым кеш. Ол малғын мені күштеп, тар көліктің ішінде абыройымды төкті. Қараңғы түн, тар салон, жан даусыңды шығарып айқайласаң да естір жан жоқ. Бәрі бірақ сәтте күл талқан болды. Сол оқиғадан кейін Ерасылмен байланыс үздім. Оған қарауға бетім жоқ. Мен енді баяғы мен емес едім. Той алдындағы түн мен үшін ең ауыр түн болды. Ерасыл күнде есігімнің алдына келіп, менімен сөйлескісі келеді. Бірақ мен үнсізбін. Қалай айтам, қалай түсіндірем, қалай бәрін қайтарам. Ұзатуыма бір күн қалғанда телефоным шыр етті. Жүрегім қарс айылса да, оған бәрін айтуға бел будым. Неге маған бұлай істедің, деді ол сыбырлап. Даусынан мұң сезілді. Мен үнсіз қалдым. Сосын дірілдеген даусыммен болған жайды бүге-шігесіне дейін айтып бердім. Ол үнсіз тыңдады. Содан кейін телефонды тастай салды. Сол сәтте жаным тағы бір рет өлді. Ерасыл мені сүймеген екен. Егер шын сүйсе, осылай үнсіз кетер ме еді? Ең болмаса бір ауыз сөз айтпады ғой, деп төсегіме басымды жастыққа көміп жыладым. Таң атты. Той. Айнаға қарасам, көзім ісіп кеткен. Қанша бояса да қайғыны жасыру мүмкін емес. Әпкем бүгін ең сұлу, ең бақытты қалыңдық. Ал мен болсам, ең бақытсыз қалыңдық едім. Тойханада салтанатты отырыс қызып жатқан. Қонақтар жайғасқан. Асаба көтеріңкі дауыспен тілектерін жаудырып, зал күлкіге толы еді. Бірақ менің жанарымда мұң. Кенет есік ашылып, ішке бір сәт бөгелместен кірген адамды көргенде денем мұздап кетті. Ерасыл? Ол қонақтардай сәнденіп, костюм шалбар киіп алған. Бірақ жүзінде сабырсыздық бар. Көздері найзағайдай жарқ етті де, асабаның қолындағы микрофонды жұлып алды. Менің неше жыл жүрген қызымды күштеп келін етпек болғандарыңызға ұялмайсыздар ма? Деді даусын қатайтып. Зал іштей сыбырласып, бәрі аңтарылып қалды. Менің жүрегім тарсылдап, дем ала алмай қалдым. Ол менен аяғы ауыр. Қазір мен оны алып кетуге келдім. Зал тым-тырыс болды. Анамның түрі бозарып кетті. Жанымда отырған күйеуім, иә, менің күйеуім, жай ғана некем қиылған адам, Ерасылға суық көзбен қарады. Бірақ ештеңе демеді. Ерасыл менің қасыма келіп, қолымнан шап беріп ұстай алды. Жүр. Менің басым айналып кетті. Бір сәтке артымда отырғандарға қарадым. Ешкім бір ауыз сөз айтпады. Тіпті жаңа ғана күйеу атанған жігіттің өзі кетсең құры дегендей мұздай жанарын қадады. Мен ешкімге керек емеспін. Ерасыл ғана мені алып кетуге келді. Ол мені қапсыра құшақтап, залдан сүйреп шығарды. Айналамнан сыбыр-сыбыр дауыстар естіліп жатты. Сол түні мен Ерасылдың үйіне келін болып түстім. Той көйлегімнен көз жасым кеппеген күйі. Анам бұл қылығымды кешірмеді. Ол менімен ат құйрығын кесісті. Арада 10 жыл зулап өте шықты. 4 баланың анасы атандым. Күнделікті тіршілік, бала-шағаның қамы, үйдің шаруасы, бірақ жүрегімнің бір түкпірінде сағыныштың сыздаған ізі қалып қойыпты. Ол анама деген сағыныш. Ақыры алғашқы қадамды өзім жасауға бел будым. Ерасыл екеуміз анамның үйіне бардық. Есік ашылған сәтте анам баяғыдай суық жүзбен қарсы алды. Оның қатқыл жанары жүрегіме найзағайдай қадалды. Бірақ інім қуанды. Ол мені құшақтап, сағынғанын айтып, жанымды жылытып жатыр.
Үйге кірген соң амалсыз ет асып бізді жайғастырғандай болды. Дастархан басында інім қуанышты жаңалығын бөлісті. Келін әкелемін, тойға сен де қатысасың. Оның осы сөзінен әпкемнің шетелде тұратынын білдім. Ол алыста, ал мен қарапайым тіршілік кешіп жатырмын. Бір айлыққа қарап, Ерасылдың азды көпті табысымен тірлік қылып шүкіршілік етемін. Бірақ менің ең басты байлығым махаббат, басқасы маңызды емес. Ертеңіне Ерасыл ауылға қайтатын болды. Кетерде маған мейірімді жүзбен қарап, анаңның қасында біраз бол, сағынышыңды басып ал деді. Менің көзіме жас үйірілді. Ол менің ішкі арпалысымды сезетіндей. Ерасыл кеткен соң інім кенже баламды қыдыртуға алып кетті. Үйде анам екеуміз ғана қалдық. Тыныштық орнады. Мен анамның жүзіне қарадым. Ол да маған көз тастады. Бірақ баяғыдай қатал, суық жанар. Анашым, деді мақұрын. Ол үнсіз. Сізді қатты сағындым. Анам терең дем алды. Бір сәтке жүзі жылығандай болды. Бірақ әлі де үнсіз. Менің жүрегімдегі сағыныш, өкініш, мұң тамағыма кептеліп, көкірегімді қысып бара жатты. Кешіріңізші. Анам көзін төмен түсірді. Бұл үнсіздіктің артында не барын білмедім. Бірақ менің жанарым жасқа толып, жүрегім дірілдеп тұрды. Анамның жүзі кенет қатайып кетті. Ол бір сәт үнсіз тұрды да, бар ашуын ішіне жинағандай сөзін суық дауыспен тастап кетті. Неге келдің? Өмір сүре алмай қиналып шұбырып келдің бе? Жұпыны киініп мені аясын дедің бе? Ертең тойға келуші болма. Інің айтса да, сен келмейсің. Оның әр сөзі жүрегіме оқ болып қадалып жатты. Тынысым тарылып, кеудем қысылып барады. Әпкең мен жезден келгенде, соны ол жерде жүрмеуің керек. Сөздің тоғы дерін айтайын. Албасты байыңмен сүйретіліп үйге де, тойға да келме. Көзімнен жас ыршып кетті. Бірақ анам тоқтар емес. Кезінде сен сол өмірді таңдадың. Енді өз боғыңмен арпалысып өмір сүр. Соңғы сөзін ысқырын айтып, бөлмесіне кіріп кетті. Есік тарс жабылды. Мен орында сілейіп тұрып қалдым. Денем мұздай боп кетті. Жүрегіме найза сұғып алғандай. Ішімде бір нәрсе үзіліп түскендей болды. Осы сөзден кейін төркініме аяқ баспадым. Намысым жібермеді. Қыз бала төркініне еркелеп келеді деген сөз мен үшін арманға айналды. Білмеймін. Бәлкім кезінде анамды жер қылып, тойда тастап кеткенім үшін әлі күнге дейін кешірмейтін шығар.